Математика 2-ші сынып 1-ші бөлім. Мама. 107-ші бет. 53-ші сабақ. 6-ші есепті шығардық. 6-ші есепте 9 метр үлкен бе, 90 дециметр үлкен бе дегенде тең болады. 9 метрді 9 дециметрге айналады. Метрді дециметрге айналған 90 болады. Сонда екеуі тең болады. 700 сантиметр үлкен бе, 8 дециметр үлкен ба? Әрине 700. Ал мынада 80 болады. 2 тәулік 3 сағат үлкен бе, 29 сағат үлкен бе? 2 тәулік 3 сағатты сағатқа айналдырғанда 51 сағат болады. Сонда 51 сағат үлкен болады. 4 центнер үлкен бе, 400 килограмм ба? Тең болады. Мына центнерді килограммға айналдырғанда 400 килограмм болады. Ал 3 метр үлкен бе, 200 сантиметр ме? Әрине 3 метр. 3 метрді сантиметрге айналдырғанда көріп отқандарыңыздай 300 сантиметр болады. 200 килограммды үлкен бе, 3 центр ма? Оны килограммға айналдырғанда 300 килограмм болады. Сонда 300 килограмм 3 центнер үлкен болады. 2 жыл 4 ай үлкен бе? 30 ай үлкен бе? 2 жыл 4 айды айға айналдырғанда 28 ай болады. Сонда 30 ай үлкен болады. 6-ші есеп. 53-ші сабақ. 107-ші бет. 7-ші есеп. Күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн және неше апта бар екен анықта дейді. Біріншіден, бірінші ай қыркүйек. Қыркүйек айында 30 күн 4 апта бар. Қазан айында 31 күн 5 апта бар. Қараша айында 30 күн 4 апта бар. Сонда барлығы 91 күн 13 апта бар дейміз. 2 жыл 7 ай. Ол 31 айға тең. Мына 2 жылда 24 ай. Оған 7 айды қосамыз. Сонда 31 болады. 31 ай деп жазамыз. 5 метр 4 дециметр қанша дециметрге тең? 5 метр 50 дециметрге тең. Сонда 50-ге қосамыз 4-ті тең 54. 54 дециметр деп жазамыз. 29